Құрметті оқырмандар мен тыңдаушылар, мен сізге математика саласының майталманы, ұстаз Ақтау қаласының 11-ші мамандырылған физика-математикалық мектебінің мұғалімі, педагог Маржан Мырзағали қызы Асылбаева туралы репортаж жасаған едім. Маржан апайды түрлі қырынан зерттеп, бақылап, шынайы болмысын көру мақсатында сабақта қандай екенін, үй ішінде, яғни отбасымен танысып, жетістіктерге жеткен шәкірттерімен танысып, сұхбаттастым. Соның барлығын үлкен бір репортаж болды. Репортажым 3 бөліктен тұрады. Біріншісі, менің Маржан апайымның сабағына қатысуым. Екіншісі, менің Маржан апайдың отбасымен танысуым. Үшіншісі, Маржан апайдың шәкірттерімен онлайн сұхбаты. Ал кеттік! Аға, Маржан апай сабақ қалай өтеді екен? Ой, өте керемет. Тек кешігіп бара жатыр. Сыныптың математикасы қиын ба? Иә, өте қиын. Оны түсіну үшін бастап сыныптардан жақсы оқу. Құрметті достар, бүгін мен республика байқауларының лауреаты, өңірімізден шыққан ең мықты маман иегері, математика саласының майталманы Маржан Асылбаева апамыздың үйіне бара жатырмыз. Сіздер де менімен жүріңіздер. Кеттік! Сәлем бердік, апа. Амансың ба? Мен келеді деп үлкен жайлы дастархан жайып қойыпсыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Апа, менің басты келген мәселемді айтып қояйын. Кейде біз ән, спорт жұлдыздарын көкке шығарып, кумир қыламыз. Сөйтіп, мықты тұлғалар көрінбей қалады. Сізді үздік мұғалімдер ретінде оқу саласында жүрген әріптестеріңізбен, оқушылармен ата-аналар таниды. Енді мен сізді түрлі жағыңыздан зерттеп, бақылап, шынайы болмысыңызды көрсету үшін үй ішінде қандайсыз және сіздің отбасыңызбен танысқым келеді. Апа, дайынсыз ба? Мен сізге сұрақтар дайындап келдім. Жақсы. Ал кеттік ендеше. Маржан апа, өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып беріңізші. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы үлкен әулетке келін болып түстім. Менің өзімнің атам ұстаз екен. 40 жыл ұстаз болған кісі. Мен сондай үлкен әулетке келін бола түсіп отырып, соңынан ерген қайын сіңлерінің де сондай жақсы азаматтар екенін көрдім. Мінекей қайыным Марыс, қайын сіңлім Шолпан осы отбасында қазір бізге қонаққа келіп отыр. Ал енді таныстыратын болсам, Кемел менің жолдасым. Біз екеуміз отбасын құрғаннан кейін біз 4 балалы болдық. Үлкен ұлым Сейтжан 19 жасында өмірден өтті. Өте бір керемет компьютер саласында өзін мықты қылып көрсеткен бала еді. Жаны жаннатта болсын. Ал содан кейінгі қызым Айман
күйеу балам Ерлан, сосын ұлым Қылышбек, келінім Айдана, қызым Айзада, сосын күйеу балам Өркен. Мен осы отбасы осылай үлкен қанатын жая келе, мен немерелерім бар. Қыздан Айманнан 3 енім бар, ал ұлдан Қылышбектен 4 немерем бар. Апа, өзіңіз туралы айта кетсеңіз, қайда туылдыңыз, қайда оқыдыңыз, мұғалімдікке қалай келдіңіз? Ал жақсы, мен өзіме келетін болсам, мен Таушық селосында дүниеге келдім 1959 жылы. Мен де сондай ұстаздар отбасында дүниеге келдім. Әкем ұстаз болатын, ол кезде училище дейді, сонда сабақ беретін еді. Шешем үй шаруасында болды. Біз бір семьяда 5 бала болып өстік. Енді өзіме келетін болсам, өзім кішкентай күнімнен бастап, сол менен үлкен 2 ағам болды. 2 ағам мені бір өмірге тәрбиелегендей болды. Сол екеуі сіңлім Назыл екеумізді велосипедпен мектепке апаратын еді. Сосын мотоциклмен шөп шабуға баратын едік. Біздің өміріміз өте қызықты болатын. Бапамыз алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп, үйдегі 4 бала, 5 баланың барлығында Орал қаласына оқыпты. Мен сол Орал педагогикалық институтында сол 76 жылы түсіп, 80 жылы бітіріп мұғалім болдым. Мажына апа, сіз 10 жасыңызда, яғни мен сияқты болған кезде қандай қыз болдыңыз? Мен енді ол кезден қазіргі кезде салыстыруға болмайды. Біз ол кезде мынандай сотка дегенді, телевизор дегенді бәрінде білмейміз. Бірде мен 2-ші класс оқимын, сол кезде ауырып жаттым. Жаңа Емелан деген ағам тие берсін қазір қайтты. Сол ағам маған Қарға мен түлкі деген бір ертегі кітапты әкеліп берді. Ауырып жатқанда, осыны оқыш деп. Мен сөйтіп кітапқа үйрендім, кітап оқуға үйрендім. Ал сосын 3-ші класс оқып жүрген кезде ағам 5-ші класс оқитын еді. Маған еңбек сабағында үй жасау керек болатын еді. Андай қатты кардон болатын еді, содан есікті қағып, жаңағы үйді әкеліп беріп тұр. Сонда мен сол кезде 10 жасымда мен сол кітап оқып, сондай бір үйдің шаруасына айналысып, сондай еңбекқор болып өстім. Ал енді Кемел ағаға сұрақ қойсақ. Кемел аға, балаларыңыздың арасында Маржан апайдың жолын қуған балдар бар ма? Бар. Үлкен қызым Айман, бұл да қазір мектепте мұғалім. Айзада да кішісі. О да мектепте, Назарбаев мектебінің мұғалімі, жақсы мұғалімдардың бөлігі. Газеттен, әр жерден мақтап мақалалар беріп жатады. Соны естіп атам коллективтерден. Қылышбек Айманнан кішісі ортадағы бала. Ол Қаражанбас жағында техникалық мамандығы бойынша жұмыс жасайды. Жалпы үшеуінің де жоғары білімі бар. Рахмет. Маржан апа, сіздің жолыңызды қумағандарға реніш болды ма? Менің жолымды қумағанға неге реніш болатын еді? Мен деген осы балдарымның екеуіне де сабақ бердім. Қылышбекке де, сосын Айманға да сабақ бердім. Көбіне енді жалпы балаларды тәрбиелеген кезде енді ер баланың мамандығының жаңағы баяғыда айтатын еді ғой, тек шопыр болса болады деп. Жалпы ер балдардың енді ұстаз болғаннан гөрі жалпы қара жұмысқа ыңғайлы болып жұмыс жасаған жақсы көреміз ғой. Оған ешқандай өкінбеймін. Азиза апа, Маржан апа қатал ма, әлде жұмсақ па? Менің ойымша ол қатал адам сияқты. Маржан апай деген көбінесе мен өзім кішкентай кезімде маманың қасында мектепте еріп барып көріп жүрдім. Көбінесе сырттан қарағанда ол әрине оқушылармен өте қатал тартып қойып, өздерінен талап етіп, есепті сөйтіп отырады. Сырттан көргенде маған көбінесе сұрайды оқушылардың көп. Маржан апай, сен мамаң ба? Ол үйде де қатты ма деп осындай сұрақты маған кішкентай кезімде көп қоятын еді. Бірақ анам әрине үйге келген кезде ол бәрімізбен ата-ана ретінде жақсы қарым-қатынаста болып өзінің әрдайым советтерін беріп отырады. Осындай өзі үйде жұмсақ, мектепте өзінің жұмысын жақсы атқаратын мұғалім. Математиканы оқыңыз келмеген кездер болды ма? Математика деген сабақ негізі әуелден біздің кішкентай кезімізден, жалпы отбасымызбен қызығушылығымыз өте жақсы болатын математика. Әсіресе логикалық есептер болады ғой. Сондай есептерге қызыға отырып үйде бірге соларды
жаңағы мәнін тапқанын жақсы көретін едік. Ондай қызықпаушылық деген болған жоқ математика сабағына. Қазір де мысалы үйде өзім кішкентай балдарыммен математика сабағын ең бірінші сол кітапты алып, сонда есептерді шығарған жақсы көреміз, ұнатамыз. Шолпан апа, сіз де ұстаз екенін білемін. Сіздің әулетіңіз ұстаздар әулеті, сол туралы айтып беріңізші. Иә, дұрыс айтасың. Біздің де әулетіміз ұстаздар әулеті болған. Біздің әкеміз сол 40 жыл 17 жасынан бастап сол бала оқытқан. Әкеміздің әкесі де Нұрлан деген кісі де қалаға қарты өзінің үздік атағын алған. Ол кісі де өмір бойы бала оқытқан кісі. Әкеміз де бала оқытты. Оның арғы аталарымыз да Үйтол әулие, Ұланақта, Таушықта, Бәйтілеуде, Ұланақта Бәйтілеу ата әулие, сол кісілер бар. Олардың да қастарында бала оқытқан мешіттер бар. Мінде сондай ұстаздар әулетіміз біздер. Әкеміз де сол біздің оқытушы болғанымызды жақсы көріп, пединстқа түсшейші, соған түсшейші деп бағыт беріп отыратын еді. Оқшайшы деп, сонда өзінің жолын дәріптейді екен ғой. Енді осы үлкен ағамыз Кемекең үйленгенде де сол Маржанды алып келгенде, сол Маржанға үйленем деді. Ол бізге жаңа келіп жатырған студент, оқу бітіріп келген студент екен. Оның да оқытушы екенін көріп, соны қасында бірге жұмыс жасайды ғой. Сонда соғанда үлкен қуанды. Міне сондай ата-бабамыз да барлығы да сондай оқытушылар әулетіміз біздер. Шолпан апа, Маржан апаның мінезінің әлсіз және мықты жағын туралы айтып беріңізші. Әлсіз мықты жағы дегенімде, енді бұл Маржан шаршамайды. Енді жұмысын да жасайды, үйінде де қарайды, бала шағасын да қамқорлайды. Енді екі жақты айтыр, бұл шаршамайды, еңбекқор. Енді барлығымызды да қамқорлап, біздер енді осы үлкен мереке болса да, кіші мереке болса да, осы үйде жиналып атамыз. Сол енді артық кейде бір реніш болып атса, бұған ренжімейді. Кейде енді болғасын болып қалып атады ғой, ондай ары қарай апармайды. Сондай етуі барлығында реттеп отырады. Енді әлсіз жағы дегенде сол өзін-өзі, сол кейде мен ойлаймын, енді кішкене дем алып, сондай қыз қайтеді екен деп ойлаймын, енді үлкейіп жатыр деп. Сонда өзін-өзі жаңағы күтпейді, енді жаңағы жасай береді. Апа, сіз балаларыңыздың арасында кімді аса ерекше жақсы көресіз? Енді мен 4 бала өсірдім деп мана басында айтып кеттім ғой. Біздің үлкеніміз Сейтжан болды. Сейтжан деген бала, біз 8-ші микрорайонда шағын ауданда отырған кезде жолдастарымен ол бала есіктің алдына андай отырып шахмат ойнайтын стол жасады. Бір екінші этажда үлкен орыс апа болатын еді. Сол деген жаңағы Ақтаулада газетіне шығарып баланы жаңағы сөйтіп марапаттады. Енді әр баланың өзінің қызық қылығы болады ғой. Ал мен Айманымның жаратылысынан мен кәдімгі үлкен қасымда көмекшім бола білді Айман. Айман ақылдылығымен осы біздің жанұямыздың тірегі. Әрқайсымыздың көңілімізге қарап сөйтіп отырады. Ал Қылышбек осы семьяның ұйтқысы, бүкіл барлығымыздың қамқоршымыз. Ал Айзада болатын болса, енді ол үйдің сүт кенжесі болғандықтан, оның орны бір ерекше болып тұрады. Ол бәрімізге бір қылықты, еркелік мінезімен көрініп отырады. Мына үлкен екі өзінің үлкендігімен, осы үйдің үлкеніміз деп отыратын болса, Айзада өзінің қылықтылығымен, еркелігін баса нете ма, соған байланысты көп жерде оны біз барлығымыз қостап, соның бір әрбір несін қарап қызықтап отырамыз. Енді осы жерде әр баланың өзінің ерекшелігі болып тұрады. Мынау жақсы, мынау не деп айтуға ешқандай ата-ана болмайды. Анаңыз әлде әкеңіздің қай мінездері әрқайсыңызға дарыған деп ойлайсыздар? Оны бір өте қиын сұрақ екен. Енді мен ойлаймын, қыздары мамасына Маржан апайға көп
не істеген мінездері. Мұғалім, қатал, азабы, апамыздың қаталдығы бар. Мен енді әкеме тартқан шығармын деп ойлаймын. Ол кісі де енді қаталдау. Енді өзім көп сөйлейтін адам емес едім, мамандығым басқа. Айман апа, кішкентай кезіңізде анаңыз жұмыста күн ұзағы болатын еді. Үй шаруасына айналысуға мұршаш жоқ шығар. Сол кезде үй шаруасымен кім айналысты? Бұл енді бір жақсы сұрақ екен, шыны керек. Үй шаруасына дегенде көбінесе үйдің үлкені болғаннан кейін үй шаруасына мен айналысатын едім. Тамақта пісіру, менің мойнымда болған үй жинауда інілерімді, сіңілерімді жұмсақ қоямын арасында. Ағам болып дей берсін қасымда. Мамам деген көбінесе жұмыста болатын. Таңертең кеткеннен кешке бір келеді. Түсте үйге қонақ келіп қалып жатса да, обязательно қалайда дастархан жайып, шай тамағын беріп жіберетінбіз. Ол үйде солай қалыптасқан. Осы әке-шешеміздің үйретуі бойынша сондай. Аға, сіздің мамандығыңыз қандай? Маржан апаның мамандығы сізге әсер етті ме? Мен 1977 жылы Гурьевтің ауыл шаруашылық техникумын бітірдім. Сосын өзіміздің әке-шешеміз тұрған комсомол совхозына келіп, мамандығым бойынша мал дәрігері болып жұмыс жасадым. Сол жерде мал дәрігері болып жұмыс жасап жүріп, сол кезде арендовый подряд деген шықты. Осы 86 жылдар деймін. Жаңағы совхозға бухгалтерлер керек болды. Біздерден шаруаның ішінде жүрген адамдарды, дәрігерлерді, зоотехниктерді бухгалтер қылып алды. Біздер бір жағы шаруада жүреміз, келіп совхоздың орталығына келеміз. 7-8 жыл бухгалтер болып жұмыс жасадым. Арендовый подрядтан кейін. Пермінің бухгалтер болып. Сол енді математиканың әсері шығар. Мал дәрігерлік жұмысты қойып, бухгалтериялық жұмысқа ауысып кетті. Үйретіп жатқан ғой. Сондай хабарымыз бар. Аба, соңғы сұрағым. Сіз жақсы адам мен жаман адамды қалай айырасыз? Жансұлу, бұл қойған сұрағың бір өте қиын сұрақ. Әрине, көп адамды ойландырады. Енді мен 40 жыл ұстазбын. 15 жыл осы Онды деген жерде, Онды орта мектебінде, Әбішке Көбәлдің туған жерінде жұмыс жасадым. 25 жыл осы Ақтау қаласындағы Қара Шаңырақ деп отқан физика-математика мектебінде жұмыс жасап келе жатырмын. Алдынан бірнеше шәкірт өтті. Жалпы оқушылардың қайсысы қалай ойлап отыр, алдыңа келген оқушылардың қайсысы қандай, енді соның бәрін біліп психолог болатын уақытымыз болды. Сондықтан жалпы адамның жақсы жаманын көзінен байқайсың. Көзінен байқайсың, оның отырысынан байқайсың, оның жүріс-тұрысынан байқайсың. Сондықтан жаман жақсыны ол сөйлемей-ақ сен оның қандай адам екенін жалпы байқауыңа болады деп ойлаймын. Жалпы енді осы біздің іс тәжірибемізде көп жыл жұмыс жасағанымыздан, көп жыл сол ортада болғандықтан біз осылай пайымдап айтуымызға болады деп ойлаймын. Рахмет. Маржан апа, мен сізге құр қол келген жоқпын. Ауылымыздың ақсақалы Көкбол Деменсұлының Адай тайпасы деген кітабын сізге сыйға тартқым келеді. Өте рахмет Жансұлу. Сен кішкентай болсаң да өте дарынды екенсің. Сенің әрбір қойған сұрағыңа мен тәнті болып отырмын. Осындай кішкентай болып алып, сенің жүрегіңнің өте үлкен екенін, алдағы уақытта мен шәкірттерімнің алдында сен туралы айта жүретін болдым. Біздің мектебімізде көрінбей жатқан кішкентай алтын бар екенін паш ететін болдым. Сондықтан Жансұлу, сенің осы алдағы уақытта үлкен журналист болатыныңа тілектеспін. Бапаң әрқашан да саған сүйеу болсын, демеу болсын, сенің жұлдызың жана берсін. Көпшілікпен ортасында осындай өзіңді еркін ұстап, қызметің өркендей берсін. Ал мектепте математиканы ұмытпа. Жақсы ма? Жақсы. Рахмет. Мынау деген Көкбол Деменсұлы деген өзіміз танимыз. Маңғыстаудың осы жергілікті жазушысы білеміз. Жақсы, рахмет саған. Көп-көп.
Сәлем бердік Азамат аға. Менің есімім Жансұлу. Мен Ақтаудағы жас блогермін. Өңіріміздегі беделді еңбегі сіңіп жүрген үлгі тұтатын ұлы тұлғалармен сұхбаттасамын. Сәлем Жансұлу, хабарласқаныңа үлкен рахмет. Мен Маржан Мырзағали қызы апайым туралы репортаж дайындап жатыр едім. Ол сіздің ұстазыңыз болған екен. Соған орай сізге 2-3 сұрағым бар еді апай туралы. Дайынсыз ба? Иә, сұрақтарыңа дайынмын. Біріншісі, Маржан Мырзағали қызы туралы бір ауыз сөз айтыңызшы. Маржан Мырзағали қызы менің сүйікті апайым, математика пәнінен сауатымды ашқан, класс жетекшім. Мен оның оқушысы болатын 2013 жылы физика және математика мектебінен бітіріп кеткен. Маржан апай өзі қарапайым, еңбекқор адам. Біз Маржан апаймен 2012 жылы Резольвента деген журнал шығардық. Ол журналды ғылыми жоба ретінде халықаралық конференцияға шығардық. Мәскеу қаласында өткен. Өте дарынды, бізге біліммен бірге тәрбие берген мұғалім болады. Аға, сіз ақшта оқып жүрсіз, я? Сұрақ, математика пәнінің сабақ беру әдістері біздің Қазақстанның мұғалімдерінің сабақ беру әдістерінен айырмашылық бар ма? Мен қазір Америка құрама штатының Лос-Анджелес қаласында компьютерлік ғылымда оқып жүрмін. Маржан апайыма үлкен рахмет, математикадан фундамент құрып берген үшін қазіргі оқуда көмектесіп жатыр. Жалпы Америка құрама штатында математиканың білім беру әдістері өзгеше болады, Қазақстан қарағанша жеңілдеу. Бірақ Қазақстандағы жалпы орта білім беру мектебінде математикасы Америка қарағанда мықтырақ деп санаймын. Азамат аға, Маржан апайға мен арқылы сәлем мен тілектеріңізді жолдасаңыз болады. Мен міндетті түрде жеткіземін. Осы мүмкіндікті қолданып, Маржан апайыма сәлем бергім келеді. Бүкіл Маңғыстаудың адамдарына сәлем. Жансұлуға үлкен рахмет хабарласқан үшін, осы мүмкіндік үшін. Алдынша айтқандай, thank you very much for this opportunity for show how grateful I am for my teacher, Маржан Асылбаева. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Азамат аға, сау болыңыз. Сізге рахмет. Енді мен апайдың келесі шәкіртінің бірі Болатбек ағаммен байлансам. Ол қазір Әбіш Кекілбайұлы атамның туып өскен ауылы, онда оның әкімі екен. Сәлем бердік Болатбек аға. Сәлеметсіз бе Жансұлу. Рахмет маған хабарласқаныңыз үшін. Менің есімім Жансұлу. Мен Ақтаудағы жас блогермін. Өңіріміздегі беделді еңбегі сіңіп жүрген үлгі тұтатын ұлы тұлғалармен сұхбаттасамын. Мен Маржан Мырзағали қызы апайым туралы репортаж дайындап жатыр едім. Ол сіздің ұстазыңыз болған екен. Соған орай сізге 2-3 сұрағым бар еді апай туралы. Дайынсыз ба? Маржан апайдың қандай қасиеттерін ұнатасыз? Апайымыз Асылбаева Маржан Мырзағалиқызының еңбек өткілдері турасында жалпы педагогикалық еңбектері туралы жақсы іс-шараларды қолға алып жатыр екенсіздер. Мен осы бейнедерекке осы апайдың еңбегіне байланысты атқарылып жатқан осы іс-шараға қатыстырған үшін көп рахмет айтамын. Себебі апайдың осы апайымыз Асылбаева Маржан Мырзағалиқызының еңбек өткілдері турасында жалпы педагогикалық еңбектері туралы жақсы іс-шараларды қолға алып жатыр екенсіздер. Мен осы бейнедерекке осы апайдың еңбегіне байланысты атқарылып жатқан осы іс-шараға қатыстырған үшін көп рахмет айтамын. Себебі апайдың осы өскелең ұрпаққа, болашақ ұрпаққа, қазіргі мектеп жасындағы осы жас ұрпаққа берер үрдісі, өнегесі әлі зор деп ойлаймын. Жалпы Маржан апайымыздың қандай қасиеттерін ұнатасыз деп айтып отырсыз. Маржан апайымыз жалпы мұғалімнің
мұғалім қандай болу керек десе, мен сондай апай деп айтар едім. Себебі ес білгелі мектеп табалдырығына аттағаннан кейін, ата-ананың тәрбиесінен кейін ең бірінші адамға жалпы үлкен өмір жолында әсер ететін осы бірден бір ұстаздың тәрбиесі. Ұстаздың қандай болса, адамда сондай болады деп ойлаймын. Қоғамға жалпы әсер ету. Апайымыз өте шыншыл, бізді адалдыққа, кішіпейілдікке, салмақтылыққа, білімділікке тәрбиеледі деп айтсам қателеспеймін. Және жалғыз мен емес, оған менің класстастарым да, менен кейінгі де замандастарым қазіргі қай жерде жүрсе де сондай бір ортаны, өзіне бір жақын аураны қалыптастыратын бір тұлға ретінде сезінемін. Және ол апайыммен қазіргі уақытта да хабарласып, бір жақын адамымыздай шүйіркелесіп, әңгімелесіп тұрамыз. Маржан апайдың енді ол тек сабақты жақсы оқитын, жаңағыдай тәртіпті, тәрбиелі баланы оңай, былай айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда, тәрбиесі оңай балдармен де жұмыс жасауды қалаған жоқ. Ол қиын балдармен де жақсы жұмыс, және соны өзінің баласын тәрбиелегендей, соның ынт-шынтымен бәрі ерік жігерін беріп, сол қиын балдарды тәрбиелеуге атсалысты. және сол балдар қазір сол апайды ардақтамаса, құрметтемесе кішірейтпейтініне мен кәміл сенемін. Және ол апай, Маржан апайымыз адамның жан дүниесіне түсінетін, сондай адамды өзінің деңгейіне түсіп, кішіпейлене отырып, қарсыға отырған баланың да сабақ оқытып жіберетін бір қасиеті бар. Оны сол апайымыздан кейін жоғары класс оқу орнында, жоғары класста жүріп, үлкен университетте жүріп, мен ондайды аз кездестірдім деп айтуым болады. Бір Құдайдың сыйы деп ойлаймын, сол апайға маған бір тағдырым жолығып тұрғанына, ата-анамның тәрбиесінен кейін, және мен класстастарыма да, құрдастарыма да барлық септігі тиді. Ол апайымыздың қазір әр жерде шәкірттері қызмет атқаруда, әр салада Қазақстанның жаңа дәуірлеген заманында өздерінің еңбектерімен осы халыққа қызмет етіп жүр деп айтсам қателеспеймін. Және бұл апайымыз қазіргі кезде осы алғашқы Қазақстанның тәуелсіздік алғанына, соған дейінгі осы жас өскелең азаматтарды, оқушыларымызды тәрбиелеуде тектен тек емес деп ойлаймын. Ода бір жаратқанның осы біздің тәй-тәй басқан елімізге көмектессін деп жіберген бір тілегі деп ойлаймын. Осы халықпен бірлесіп, елмен бірлесіп, елге қызмет еткен жайымыз бар. Аға, Маржан апайыңызға мен арқылы сәлем мен тілектеріңізді жолдасаңыз болады. Мен міндетті түрде жеткіземін. Апайымызға болашақта педагогикалық шығармашылық тілеймін. Апайымыздан аларымыз көп әлі, қатарымызда болсын деп ойлаймын. Және жақсы шәкірттер тәрбиелеп, елімізге пайда істейтін адал шәкірттер тәрбиелеп шығатынына мен кәміл сенемін. Рахмет хабарласқаныңызға. Сау болыңыз, Болатбек аға. Қазір мен апайдың келесі шәкіртінің бірі Әліби ағаммен байланысамын. Ол қазір Астана қаласында екен, Нұрорда мектебінде оқиды. Сәлем бердік аға. Сәлематсың ба, Жансұлу? Менің есімім Жансұлу. Мен Ақтаудағы жас блогермін. Өңіріміздегі беделді еңбегі сіңіп жүрген үлгі тұтатын ұлы тұлғалармен сұхбаттасамын. Мен Маржан Мырзағали қызы апайым туралы репортаж дайындап жатыр едім. Ол сіздің ұстазыңыз болған екен. Соған орай сізге 2-3 сұрағым бар еді апай туралы. Дайынсыз ба? Иә, мен Маржан Мырзағали қызының шәкіртімін. Қазір Нұрсұлтан қаласындағы Нұрорда мектеп-лицейінің 10-шы сынып оқушысымын. Маржан апайдың пәні математика. Апайдың сабақтарынан қандай дәріс алдыңыз? Ұстаз шәкірттерін білім нәрмен сусындататын адам. Менің бастаушыда Жақыбаева Гүлмира деген мұғалімім болды.
Сол апайдың арқасында менің математикаға ынтам ерекше болды. Одан кейін 5-6 сыныптарда Маржан апай менің математика пәнінен мұғалімім болды. Ағылшын ағартушысы Уильям Уорд айтқандай, жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Маржан апай менің математикаға қызығушылығымды күшейтіп жіберсе десем болады. Сабақ беру әдісі немен ерекше? Маржан апайдың келбетінен өз мамандығын сүйетін мұғалім екенін білуге болады. Ол әр сабақты қызықты өткізетін еді. Сабақтың үстінде ойын жиі ойнайтын еді. Сабақтың қызықтығы сонша 45 минуттың қалай өтіп кеткенін байқамайтын еді. Сол кезде Маржан апай мені көптеген олимпиадаларға жіберіп бастады. Қазір сабағым жақсы оқып жатырмын. Соңғы 3 жылдың ішінде 30-дан астам халықаралық және республикалық деңгейдегі олимпиадалардан жеңімпаз атандым. Осы жетістіктерімнің ішінде Маржан апайдың үлесі ерекше деп білемін. Аға, Маржан апайыңызға мен арқылы сәлем мен тілектеріңізді жолдасаңыз болады. Мен міндетті түрде жеткіземін. Ұстаз баланы адам қылып тәрбиелеп, болашаққа мақсат қоюға сенім ұялатқан зор тұлға. Менің қазіргі оқу жетістіктерімде Маржан апайдың үлесі зор деп білемін. Себебі ол менің математикаға махаббатымды ұштаған ұстазым. Сол үшін апайыма шексіз алғыс білдіре отырып, оған тек зор денсаулық, ұзақ өмір және үлкен жетістіктер тілеймін. Әліби аға, рахмет сізге сұхбатыңызға. Сау болыңыз. Педагог деген ол рухани байтұлға, ал біздер, жастар, сол байлықтан сусындап білейік.